Қазақстанның ең алғаш YouTube фуд-блогері Гүлжанат Нұрмышева, алтын батырманың иегері. Гүлжанат Нұрмышева ең алғаш Қазақстанға, қазақ қыздарына фуд-блогерлікті алып келген алғашқы қыз. Бұл өзінің YouTube каналы арқылы алтын батырмасын алып, күміс батырмасын алып, өмірінің қаншама көптеген өзгерістер болғанын айтады. Табысы айына 1 миллион теңге кемінде болғанын өзі де жасырмай айтып отыр. Мына видеодан өздеріңіз нақтылай көрсеңіздеріңіз болады. Министерствода 50 мың теңгеге жұмыс істеп жүрген Гүлжанат Нұрмышева YouTube каналын 4 жыл бойы дамыту үстінде болып, ақыр соңында нақты жетістікке жетті. Қазіргі уақытта өте мықты брендовый фирмаларды жарнамалаумен айналысып жұмыс жасауда. Өзінің көптеген шәкірттері бар. Гүлжанат Нұрмышеваны біз өзіміз ең алғаш танығанымыз YouTube'ты Қазақстанға алып келген қазақ қыздарының сана сезімін оятып, барлықтарының көбісіне YouTube'ға жұмыс жасауға үйреткен алғашқы жан. Бүгінгі таңда 2 баланың анасы. Көптеген өзінің сүйікті видеоларының тағамдарын жасап, барлықтарын YouTube каналына салып отырды. Осылайша YouTube каналдан табыс тапты. Бүгінгі таңда өзінің жеке кәсібі бар және де өзінің YouTube табысы арқылы бірыңғай осы YouTube'ты дамытумен жұмыс жасап, шәкірттер тәрбиелеуде. Қазіргі таңда психологияға өте көп көңіл бөлуде. Барлық ақпараттар Instagram желісінен алынды. Сіздер де YouTube'ға келіңіздер. YouTube'ты бүгіннен бастап, дәл қазірден бастап бастаңыздар. Неге? Өте көп деген біздің инсайт парақшаларымыздан алынып отырған нәтижелердің бір бөлшегі. Сіздің де қолыңыздан келеді, сіз де фуд-блогер бола аласыз. Көптеген өзіңіздің керекті және сүйікті жұмысыңызбен айналыса отырып, өзіңізді дамыта аласыз, әрі қосымша табысқа шыға аласыз. Гүлжанат Нұрмышева біздің қазақстандық қыздарға жеңіл әрі халал жолмен табысқа шығуды нақты біздің көзімізді ашқан ең алғашқы жан. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса өтіңіз. Гүлжанат Нұрмышеваның YouTube каналына өтеміз. Мінекей, дәл осылайша етіп Гүлжанат Нұрмышеваны жазып аламыз. Жазып алғанымыздан кейін YouTube парақшасына кіреміз. Мінекей, Гүлжанат Нұрмышева деген парақшасы YouTube каналы ашылды. Бұл жерде көптеген пайдалы қыз-келіншектерге және де алғашқы келін болып түскен қыздарға арналған өте тәтті тамақтардың рецептілері толып тұр. Қандай рецепті қалайсыз? Тәтті жасағыңыз келе ме? Пирог пісіргіңіз келе ме? Әлде тағам пісіргіңіз келе ме? Әлде түрлі салаттар дайындағыңыз келе ме? Мінекей, барлығы осы YouTube каналында көрсетіліп, барлықтарын әдемі қылып видеоға түсіріп сала берді. Осы арқылы Гүлжанат Нұрмышева YouTube каналынан табысқа шықты. Дәл қазіргі уақытта өте мықты табыскер блогерлер қатарында. Ең алғаш Гүлжанат Нұрмышева өзінің жасаған видеосы ораманан. Мінекей, рецепт самого вкусного ораманан. Осы арқылы Гүлжанат Нұрмышева YouTube'ты бірден әрі қарай қорықпай бастап кетті. Бұл осы салған видеосы көптеген халықтың сұраныстарына ие болды. Әрі қарай қазақша дамытты. Менің YouTube каналыма тіркеліп өтіңіз.